Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода биологиядан 4-ші тоқсанға арналған 3-ші бір жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Антибиотиктерді өндіруде төмендегі жауапты таңда. 1942 жылы антибиотик термині пайда болды. Шындық. Антибиотиктерді кез келген адам жасайды. Ол жалған, себебі антибиотиктерді кез келген адам жасай бермейді. Антибиотиктерді қолдануды тек дәрігер шешеді. Шындық. Антибиотиктер препарат емес, жалған. Екінші тапсырма. Антисептикалық шаралардың мақсатын түсіндіріңіз. А тапсырмасы. Антисептиктерді не үшін қолданады? Антисептиктерді түрлі жараларды микробтардан тазарту, микробты жұқпаларды болдырмау және жою үшін қолданылады. Б тапсырмасы. Адам, жануар, өсімдіктерде болатын инфекциялық аурулардың қоздырғыштарын атаңыз. Олар патогенділер. Үшінші тапсырма. Тіршіліктің жасушалық емес формасы вирус болып табылады. В. Суреттегі 2-6 сандары нені білдіреді? 2 саны вирустың жасушаға қосылуы, 6 саны жасуша қабықшасының жойылып, вирустардың шығуы. Осымен БЖВ тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.